Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында керемет болып шығатын фримен донер жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай, құрамында қолжетімді заттармен тұрады. Видеоны соңына шейін көреміз. Ол үшін бізге керекті заттар: тауық еті, лаваш, қияр, помидор және пиязды осылай сақина етіп турайсыздар, және картошка, майонез, кетчуп керек. Бірінші осындай картошкамызды ұзынша салонка қылып турап аласыздар. Қатты жұқа да қалыңда болып кетпесін. Орташа көлемде жақсылап турап қараңыздар. Осылай бір ыдысқа су құясыздар, мұздай су. Оның үстінен бір шай қасық уксусты қосып, жақсылап осы картошкамызды араластыратын боламыз. Одан кейін суын төгіп тастап, осындай таза майлықтың үстіне қоямыз. Қараңыздар, кептіріп алу үшін. Одан кейін осындай қағаз майлықпен жақсылап құрғағанша осылай сүртіп шығасыздар. Қайтадан ыдысқа салып, бір үлкен ас қасық крахмал қосасыздар. Крахмалмен жақсылап осылай қолдың көмегімен араластырып отырамыз. Барлық жеріне тию керек, араластырып, және тұз қосып дәміне қарай. Тағы да бір рет араластырасыздар. Қызып тұрған майға осы картошка фриімізді салып, қуырып алатын боламыз. Арасында осылай араластырып тұрамыз. Қатты күйіп кетпесін. Осындай орташа көлемде сарғыш болып шығу керек. Фриіміз дайын. Барлық затты дайындап алдық. Енді лавашымызды алып, донерімізді жасайтын боламыз. Бірінші майонезімізді осылай жағып алдық. Үстінен кетчупымызды қасықтың көмегімен барлық жеріне жағып шығамыз. Бірінші тауық етін қоямыз. Оның үстінен қиярымызды қоямыз, помидорымызды қоямыз. Өздеріңіздің қалауларыңызды қойып шықсаңыздар болады. Үстінен осы картошка фриімізді қойып, сақина етіп туралған пиязымызды қойып шығамыз. Ең соңындан майонезді құясыздар осылай жағып үстінен. Қатты тығыздап орайтын боласыздар, себебі жыртылып жан-жағына шығып кетпеу үшін ішіндегі салмалары. Екіншісінде мен осылай дайындап алдым. Қараңыздар, мощный, сочный болып, керемет болып шығатын донер. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Осы менің рецептіммен өте дәмді шығады. Пешке пісіріп аласыздар. Қараңыздар, қып-қызыл донеріміз дайын болды. Сонымен үй жағдайындағы донеріміз дайын. Өте дәмді, керемет болып шығады. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, жанында қоңырау жағына баса кетіңіз. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге көп-көп рахмет.